болма, қазақ бол деген ұран тастасан, сенің аталарының есімі арабша екен. Қазақ тіліне сіңіп кеткен араб сөздерінсіз күн көре аласың ба? деп вағып кететіндер бар. Біз сіздерді кісі қылдық деп белсенетін шовинист орыстар сияқты. Айырмасы, бұл орыс та араб та емес, өз қазағын. Ал енді аталарымызға арабша ат қайдан келді деп ойланып көрдіңіз бе? Қазақтың аты құрып қалды ма? Қай араб баласына түрік тілді ат қойыпты? Қазіргі оф, ев, орыс отарлауының жемісі болса, араби есімдер араб экспансиясының жемісі. Семиттердің аврамдық діни плагиат ертектеріне сенген әр ұлттар осындай қойыртпаққа ұрынды. Неге жапондар өз тілінде амандасып, өз тілінде ат қояды? Себебі, бір этностың діні басқа этносқа ұлттық ұстан бола алмайтынын ұғып, өз ұлттық дүниетанымымен жүреді.